Енді фотосинтездің басқа бөлігіне келіп тоқталайық. Іштеріңдегі математик режимін қазір қосып жіберіңдер, себебі керек болады. Кішкене керек болады. Бұл бізде Кальвин циклі немесе жарыққа тәуелсіз реакциялар жиынтығы. Басқаша бұны қараңғы кезең деп атайды, сондықтан мен артқы жағын қап-қара түске бояп қойдым. Жатталу оңай болу үшін. Осыған дейінгі жарық кезеңінде бізде не болды? Мынаның барлығына назар аударып керек жоқ. Тек қана NADFH пен NATF-ті шығарғанымызды білуің керексің. Бұл жарық кезеңінде болған зат. Жарық кезеңі бізде телокоидтарда болды. Осының ішінен бізде ATF шықты жаңағы, и NADFH шығады да, екеуі бізге жаңағы біздің енді бастап айтайын деп жатқан Кальвин цикліне келеді. Окей? Кальвин циклі бізде 3 этаптан тұрады. Бірінші этапты біз көмір қышқыл газы фиксациясы деп атаймыз. Фиксация деген басқаша бекітілу деген мағынаны білдіртеді. И неге бекітілу? Себебі атмосферада жүрген, бос жүрген бейорганикалық көмір қышқыл газы өсімдіктің ішіне кіріп, органикалық, мына жерде РУБФ деген молекулаға келіп қосылады. Сондықтан бұны біз бекітілу, қосылу, фиксациялау деп айтамыз. Екінші этап бізде тотықсыздану реакцияларынан тұрады, ал үшінші этапта бізде кері қалпына келу, регенерация деп атаймыз басқаша. Бұның барлығын қазір процестің барысында сен түсінетін боласың. Так, бірінші этап. Көмір қышқыл газы циклдың ішіне келіп қосылады. И бұл жерде не болады бізде? Циклдың басында көмір қышқыл газын рибулоза, бифосфат, карбоксилаза деген фермент күтіп алады. Ол ферментті біз қысқаша рубиско деп атаймыз. Рибулоза, бифосфат аты мына жерде жазылып тұр міне, және де карбоксилаза деген фермент. Яғни осы рибулоза, бифосфатты карбоксилдейтін, яғни оған көмір қышқыл газын әкеліп қосатын фермент деген сөз. Окей? Мына жердегі фермент мына рибулоза, бифосфатты көмір қышқыл газына әкеліп қосады. Екеуін қосқан кезде не болады бізде? Рибулоза, бифосфат бізде 5 көміртекті органикалық зат, ішінде 5 көміртегі бар. Ал көмір қышқыл газында бізде 1 көміртек бар. Екеуін қосқан кезде 5 плюс 1 бізде 6 болады. Тадам, молодцы. 6 көміртек болады. Алайда мына көміртек бізде пайда болған, мына көмірсу бізде пайда болған 6 көміртекті, ол өте тұрақсыз, сондықтан ол сразу 2-ге бөлініп кетеді. Жақсы ма? Сразу 2-ге бөлінеді. 3 көміртекті 2 молекулаға бөлініп кетеді. Мына жерде бір айтып кететін нюанс бар. Бізде әр Кальвин циклін жүргізу үшін бір көмір қышқыл молекуласы керек. Алайда, қазір соңғы өнім не шықты деген сұраққа жауап беру үшін, оңай жауап беру үшін біз басында 3 көмір қышқыл газымен бастаймыз. Окей? 3 көмір қышқыл газы бізде как раз таки біз соңында түсіне алатын продуктты шығарып береді мына жақта. Қазір оған келетін боламыз. Вот, получается біз 3 көмір қышқыл газын 3 рибулоза, бифосфатқа қосамыз, и осылайша бізде 3-6 көміртекті аралық қосылыс шығады. Алайда ол тұрақсызданып бізге 3 көміртекті, 3 көміртекті зат шығарады. Екеуі бізде бірдей болғандықтан мыналар. Біз сонда 6 3 көміртекті қосылыс шықты деп айтамыз. Түсіндіре алдым ғой да, міне 3 плюс 3. Егер де қазір көміртектің санын санайтын болсаң, мына жақта 3 молекула бізде 5 көміртекпен, сонда 15 көміртек болды. Мына жерде бізде 3 көмір қышқыл газы 3 көміртек, 3 плюс 15 бізде мына жерде 18 көміртек. Да? 3 көбейтілген 6 көміртек, 18 көміртек. И тап осыны біз 2-ге бөліп тастаған кезде 6 3 көміртекті, тоже 18 көміртек. Ешқандай проблема жоқ деп ойлаймын. И мына жерде егерде заттардың, органикалық заттардың аттарына назар аударсаң, фосфоглицерат, рибулоза, бифосфат, фосфат деген сөздер бар. Яғни бұлардың әрқайсында өздерінің фосфат топтары бар. И біздің бастаған рибулоза, бифосфаттан бастайтын болсақ, бұл жерде бізде атында бифосфат деп жазған, немесе басқаша дифосфат деп те айтып жатады. Яғни бұда 2 фосфат бар бізде. Окей? 2 фосфат. Екі жағында 2. Бірінші көміртегінде және де 5-ші көміртегінде 2 фосфаттан болады. И бұл бізде көмір қышқыл газымен қосылған кезде фосфаттар ешқайда кетпейді, тоже іштерінде болады 2 фосфаттарымен. Алайда бұны біз 2-ге бөліп тастаған кезде әр молекулада 1 фосфаттан қалады, значит, мына жердегі 3 көміртекті молекулада бізде 1 фосфат болады. Окей? И тап осы молекуланы біз фосфоглицерат деп атаймыз. Фосфоглицерат. Осындайдың 6 молекуласы бар. Бұл бізде фиксация процесі болды, только что фиксация кезеңі. Осыдан кейін біз тотықсыздану деп айттық. Тотықсыздану дегеніміз,
яғни мына молекула енді көбірек электрон алып бастайды деген сөз. Осы жерде как раз таки жарық кезеңінде шыққан, қазір мен түсімді аударып алайын бір рет. Жарық кезеңінде шыққан АТФ молекуласы және де NADFH молекуласы келіп көмектесетін болады. Окей? Олар қалай көмектеседі? Мына АТФ бізде фосфоглицератқа келіп қосылады да, мына фосфоглицерат енді бізде бифосфо немесе дифосфоглицерат болады. Себебі АТФ-тің тағы бір фосфорын өзіне алып алады. Жақсы ма? Екі жағынан сонда міне 3 көміртек тап солай, алайда енді бізде 2 фосфат топтары болады. Бұны біз дифосфоглицерат деп атаймыз. 2 фосфоглицераты бар. АТФ өзінің фосфатын беріп кеткеннен кейін бұл кім болып шығып кетеді? Кері АДФ, аденозин дифосфат болып шығып кетеді. Дұрыс па? Міне, мынау бүйтіп келте, өзінің фосфатын берді, кері шығып кетті. Сосын мына дифосфоглицератқа еще бізде NADFH келеді, өзінің электрондарын беріп кетеді. Вот как раз таки осы процесс болғандықтан біз бұл этапты тотықсыздану деп айтамыз. Яғни дифосфоглицерат мына NADFH-тан электрондар алады. Бірақ ол электрондарды алу үшін ол өзінің бір мына фосфор тобын жертвовать ету керек. Оны кетіріп тастайды өзі. Кетіріп тастайды. И осылайша электрондарды алады да мынандай 3 көміртекті бір фосфорлы фосфоглицерин альдегиді деген молекулаға айналады. Окей? ФГА деп атаймыз. И бұл тоже бізде мына фосфоглицератқа ұқсайды, алайда электрондары жағынан кішкене көбірек. Бұл тотықсызданған түрі. Фосфоглицераттың тотықсызданған түрі. Жақсы ма? И осы процестің барлығы бізде тотықсыздану болды да, сан жағынан ешқандай өзгеріс болған жоқ. 6 фосфоглицерат болды басында, 6 дифосфоглицерат болды сосын. Так, мына жерде мынаны кері салып қояйық, дифосфатты көрсету үшін 6. И тап осылай 6 ФГА фосфоглицерин альдегиді молекуласы бізде пайда болды. Жақсы ма? Бұл бізде екінші этаптың результаты. И NADFH өзінің электрондарын беріп кеткеннен кейін кері кім болып шығып кетеді? NADF плюс болып кетіп қалады. Бұл екеуі NADF плюс пен ADF не істейді? Кальвин циклін тастап шыққаннан кейін, міне ADF және де NADF плюс екеуі кері жарық кезеңге барады. Кері NADFH-қа дейін NADF плюс тотықсызданады, ADF бізде ATF-қа дейін кері фосфорланады. И осылайша кері кальвин цикліне келіп, мына циклдің барлығы процесстер шексіз орын ала береді. Вот, енді қара, мына FGA осы 6 молекуласы бар, соның бір молекуласы мына реакцияны тастап шығып кетеді. Бір молекуласы, яғни бүйтіп 3 көміртекті, бір фосфатты молекула. Мынау бізде фосфоглицерин альдегиді. П-ны дұрыстап жазып қойын. П дегеніміз бізде фосфор, если что. Енді айтып жатыр дейсің да. Так, сосын қалған 5-еуі бізде жалғастыра береді ары қарай саяхатты. Бұлар, мына жерде егерде санайтын болсақ, қазір 5 көбейтілген 3 көміртек, 15 көміртек қой общий. Осы 15 көміртек түгелмен переорганизация жасайды, перестройка жасайды. Олар 5 молекуладан 3 молекулаға, алайда 5 көміртекпен осындай 3 молекулаға айналып кетеді. И қастарында фосфорлары бар. Міне, егер санайтын болсақ, 5 молекула көбейтілген 3 көміртек, 15 көміртек, и то же самое 3 молекула просто 5 көміртектен болып алды енді. Тоже 15 көміртек. Ешқандай өзгеріс болған жоқ, просто іштерінде перестройка болды. Окей? И мына жерде 3 молекуласына тағы 3 АТФ келеді бізге. 3 АТФ келеді, өзінің фосфорларын беріп кетеді мынаған. АТФ кері АДФ болып шығып кетеді. Бұл АДФ тоже кері жарық реакциясына барады деп айтқан болатынбыз. И осылайша мына бір фосфоры бар осы молекула бізде кері 2 фосфорлы болып алады. Ал бұл дегеніміз риболоза бисфосфаттың тап өзі. Яғни кері риболоза бисфосфат бізде пайда болады. Екеуін салыстырып көретін болсаң, екеуі бір-бірдей. Хорошо? Вот сондықтан біз үшінші кезеңді қалпына келу деп айтамыз, регенерация. Мына риболоза бисфосфат кері өзіне көмір қышқыл газын қосып, реакция мына кальвин циклі жалғаса беретін болады. Жақсы ма? Вот. Енді глюкоза қайда? Вопрос. Біз мына төмен жақта FGA-дің немесе фосфоглицерин альдегидінің бір молекуласы қашып шығып кетеді деп айтқан болатынбыз. Оған бізде мына жерде басында 3 көмір қышқыл газы кірген болатын. Қазір 1 минут. Басында 3 көмір қышқыл газы кірген болатын. И осы 3 көмір қышқыл газының ішінде 3 көміртек болатын. Дұрыс па? Сол 3 көміртек как раз таки мына жерде 3 көміртек болып бірігіп фосфоглицерин альдегиді түрінде шығып кетті. И тап осындай циклдың екеуі болатын болса қазір, онда бізде екеуі шығады осындайдың. 2 фосфоглицерин альдегиді шығады.
екеуі бір-бірлерімен қосылған кезде нені жасап береді деп ойлайсыңдар? 6 көміртекті глюкоза молекуласы жасалынады осылайша. Жақсы ма? Глюкоза молекуласы жасалынады. Сонда бір глюкоза молекуласын жасау үшін бізде мына жерде 6 көмірқышқыл газы кіру керек. Интуитивно түсінікті деп ойлаймын да, себебі әр глюкозада бізде 6 көміртек бар, бір көмірқышқыл газында бір көміртек бар. Мынаны 2-ге көбейтеміз сонда бізде. Жақсы ма? 2х деп қояйық. Мына 2 көбейту деген сөз. Окей? Енді мына жерде қазір бір есептер шығарып жүру керек болады. Біз мына жерде қанша АТФ кетірдік? 6 фосфоглицератқа біз 6 АТФ қосқан болатынбыз. Так, 6 АДФ шығып кетті сосын. И 6 дифосфоглицератқа тоже 6 НАДФH қосқан болатынбыз. И мына жерде бізде еще 3 АТФ қолданылды. Сонда общий бізде мына 3 көмірқышқыл газына минус 9 АТФ кетті. Және де минус 6 NADFH кеткен болатын. Алайда бұл бізде глюкоза молекуласын шығаруға жеткіліксіз. Дұрыс қой да? Себебі бізде тек қана фосфоглицерин альдегиді шығады, и осындайдың екеуі бізде глюкоза молекуласын жасайды. Сондықтан біз мынаны тағы да 2-ге көбейтеміз. Сонда бір глюкоза молекуласын шығару үшін, мынаны 2-ге көбейтетін болсақ, әрқайсысын бүйтіп минус 18 АТФ кетеді екен. Және де мынау минус 12 NADFH молекуласы кетеді екен. Бұл өте энергияны требовать ететін, энергияны қажет ететін процесс, глюкозаны шығару. И мынаны не үшін айтып жатырмын? Себебі ертең сен митохондрияға барып, мына глюкозаны тотықтырған кезде, осы глюкозадан сен қанша АТФ аласың? Кері 38 АТФ молекуласын аласың. Алайда ол мына екеуінің қосындысынан азырақ, намного азырақ. Если что. Жақсы ма? И мынандай сұрақ болады. Бір глюкоза молекуласын жасау үшін Кальвин циклы неше рет айналу керек деген. Сол кезде сен 6 рет айналу керек деп айтасың. Жақсы ма? Себебі әр циклға бізде тек қана бір көмірқышқыл газы кіреді. Мен қазір ыңғайлы болу үшін 3 көмірқышқыл газын сразу жасап жібердік. Вот, әр көмірқышқыл газы кіріп айналып бізде 6 рет айналғаннан кейін глюкоза молекуласы пайда болады. Жақсы ма? Вот. Мына жердегі міне Кальвин циклынан шығатын глюкоза молекуласы 6х деп қойық. Кальвин циклына 6х Кальвин циклынан кейін пайда болады. Вот, осы қара циклмен біз, қара цикл емес, қараңғы кезеңмен біз фотосинтез процесін түгелімен бітіреміз. Жақсы ма? Ештеңе ұмытып кетпедім деп ойлаймын, сіздерді түсінді деп ойлаймын. Осымен келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.